Бүгінде Алматы қаласында көктемдік шақыру шарасы бастамасын алды. Алматы қаласында нақты айтатын болсақ, қаланың бірнеше аумақтарында бірнеше пункттар құрылып, сол жерде партия бағдарламасымен таныстырып, партияның жарғысын көрсетіп, қалалық азаматтарды партия қатарларына шақыру шарасы жүргізіліп жатыр. Бүгінде осы көктемдік шақыру шарасы басталғалы бері нақты Алматы қаласы бойынша 150-ге жуық Алматы қаласының азаматтар партия қатарына өтті. Бұл үрдіс жалғасып жатыр. Оның басым көпшілігі жастар, студенттер, жұмысшы жастар. Олар бүгіндегі Қазақстанда өкінішке орай орын алып отырған қоғамдағы әділетсіздік, заңсыздық шараларына өздерінің наразылықтарын білдіріп, партия қатарына қосылып жатыр. Онымен бірге партияның сайлауалды кризиске қарсы, дағдарысқа қарсы жасалған бағдарламасын көбінің көңілінен шықты. Соның негізінде көптеген қалалық азаматтар партия қатарына қосылып, жай ғана партия қатарына қосылмауын ғана қоймай, онымен бірге партияның жұмысына белсенді араласып жатыр. Соның нәтижесінде бүгінде партия қатарына көптеген жастар тартылып, партияның негізгі бағытын, бағдарын анықтаушы күшке айналуда.